Сәлем достар! Менің Тока Seven Stars каналыма қош келіңіздер. Бұл менің новый екінші каналым. Бірінші каналым осы, Тока Каусар. Сол каналымда мен 140 бал сериалын түсіріп жүрмін, көрсеңіздер болады. Және де мен осы каналыма да салатын боламын, басқаша сериалдар. И сосын достар, мынау менің сіңілімнің каналы Тока Гаухар деген. Мен сіңілімді қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик басып кетіңіздер. Ал ендеше достар, бұл видеода мен сіздерге осы үйге обзор жасаймын, және де главный персонаждарды таныстыратын боламын. Достар, видеомды бастамай тұрып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик алдырып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Ал ең бірінші даладан бастайық. Бізде бірінші осындай фонтанчик, и потом мынандай свет. Тез салдым мен өйстіп үйге кіреміз да, есті жабамыз, и осындай прихожий, яғни кіреберіс. Осындай, эстетичный. Потом бізде мынандай кухня, әдемі. Осындай еще холодильниктің. Өйстіп жүреміз да. Потом на неге келеміз, талан сыртына. Талан сырты осындай скамейка. Кстати, мынандай светімен бар. Қосып қойын. Жауып қояқ. Енді мынаяқта тамақтанатын жер. Потом мынаға барамыз. Бұл жақ зал болады. Өйстіп телевизор көріп отырасың. Потом далаға шығамыз да, осындай диванда кездестіреміз. Мына даланы тым идея екен жоқ, негізі қалай істейтін. Так что мән бермейміз. Келесі комнатаға кеттік онда. Так. Кстати, мынандай растение қойып қойдым. Типа балкон деп естейік бұны ше. Естіп жүреміз, қазір екінші этажды көрсетемін. Потом соңында мен персонаждардың есімін айтып и таныстырам. В общем, екінші этажға барамыз, лифтке кіреміз да, өстіп, екінші этаж басамыз. Аңшы кеттік. Кетеміз өстіп. Барам. Так, өстіп келеміз. Ашамыз да. И бізде осындай болады. Кірген кезде. Мына комнатаны қараңыздар. Бұл егіздердің бөлмесі. Әдемі, егіз. Күшті болып тұр. Қазір менікінде көрсетем. Мынау мачехамның, яғни өгей-анамның бөлмесі. Осындай бірінші диван. Потом мынаяқта кровать. Мынау мысық сумка. Бұдан абайлаңыздар. Кстати, бұл мысықтың есімі Люцифер. Бұл мысыққа как всегда жақпаймын ғой мен. И мені бесит етеді. Енді басқа бөлмелерді көрсетіп шығайын. Ал енді кеттік. Өстіп жүреміз да. И осындай ванна шығадым. Нормально. В целом. Осындай. И потом мен бөлмемді көрсетіп жүрейін. Менің бөлмем осындай. Кішкентай болса да, хотя своя комната есть. Мило, довольно. Өзіме ұнайды. Ой. Короче, осындай кроватик. И потом мыняқта, кстати, балкон бар. Осылай демалып отырасың күшті. Осындай үйіміз. Үйді мен, кстати, асыл істегем. Осылай шықты. Еще мыняқта мындай отыратын не бар еді, диванчик. Так, бірінші этажға кеттік. Мен сендерге персонаждарды көрсетем. Главный рөлдегі. Күтеміз. Оп, кетіміз. Так. Главный кейіпкерлеріміз осы ғой, осы төртеміз. Бірінші менің есімім Золушка, негізі қазақшалап күлше қыз болады.
И менің жасым 16-та. Келесі бізде мынау менің мачехам, яғни өгей анам. Оның жасы 42-де. Келесі тоже главный кейіпкерлеріміздің бірін көрсетіп қояйын. Бұл бізде Анастасия. Оның жасы тоже 16-да. Оның стилі осындай ерекше стилі. Бұл екеуінің стилі басқаша негіз. И бізде келесі осы Дризелла. Әшке желіп кетті. Мені Дризелла тоже ерекше стильмен киінеді. Бұл қыз. Бұл близнецы, яғни егізі. Дризелла тоже 16-да. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталайын деп жатыр. Келесі видеоларды және де новый сериалымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, потом колокольчик деген батырмасын басып кетіңіздер. Сонда менің новый видеоларымды, сериаларымды жіберіп алмайсыздар. Және де достар, менің видеома лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.